Қалдарыңыз қалай, қайырлы күн. Біз осы видеода товар, қызмет, услуга көрсеткеннен кейін акт жабуды көрсететін боламыз. Сол бірінші договорымыз тауып аламыз. Ішіне кіреміз, оң жағында міне көкпен информация об оплате дегенге кіреміз. Астында міне акты, көкпен создать электронный акт деген батырмасын басамыз. Создать. Осындай акт создать етілді, системный номер түріне көкпен жазылған соның ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін ең астына қарай түсеміз, добавить товар. Мына жерде біздің апарған товарымыз тұр. Выбрать батырмасын басамыз, астында тағы адрес мекен жайы бойынша шығып тұр. Выбрать деген басамыз, астындағылар автоматты түрде өзі толтырылады. Добавить батырмасын басасыз. Егер сіздің заявкаңызда 4-5 товар апарған болсаңыз, әр товарды жеке-жеке осы жерден добавить етесіз. Келесі, добавить представителя батырмасын басып, тип дегенге кіреміз, утверждающий от поставщика батырмасын басып, астында выбрать деген бар, соны басамыз. Келесі, создать накладную. Электронды түрде накладную создать етеміз. Біздің қағаз жүзінде қандай накладной болды, электрон түрде тура сол накладнойдың датасы мен нөмірін жазамыз. Ответственный за поставку дегенді өзіміз жазамыз. Транспортный организация дегенге біз толтырып кетеміз, оны өйткені портал талап етеді. Транспортный организация біреудің атын немесе өзіңіз атыңыз жазасыз. Транспорт накладной дегенге обычный накладнойдың нөмірін жаза саласыз. Ішіне шығамыз, оң жағында отпуск разрешил дегенді өзіміз таңдаймыз. Бастап автомат түрде шығады. Главный бухгалтер деген таңдаймыз. Отпустил деген өзіміз таңдаймыз. Үш жерден. Ең астына түсеміз, мына жерде біздің апарған тауарларымыз шығып тұрады. Наименование характеристика деген жерде жазылып тұрған барлығын скопировать етіп аламыз, дополнительный характеристика дегенге вставить етіп толтырамыз. Номенклатурный номерге 6 сан жазамыз. Ең соңында накладойдың нөмірін жазамыз. Сохранить батырмасын басамыз. Накладная успешно сохранена. Осыдан кейін доступ запрещен деп шығады. Надан ешқандай шошымаңыздар. Жоғары жағында, оң жақта, сол жағында артқа қарай стрелка бар. Назад деген батырмасын басамыз. Астына түсеміз, перейти к акту дегенге басамыз. Қайтадан беттің астына қарай түсеміз. Посмотреть накладную деген батырмасын басамыз. Тағы да астына қарай түсеміз, подписать деген жасыл батырманы басып, ЭЦП кілтіміздің РЦА деген таңдап, немесе дайын болып тұрса, біз көк кілтті таңдап, оған қол қоямыз. Қол қойылды, астында перейти к акту деген батырмасын басып, артқа қарай шығамыз. Енді жоғарыға шықсаңыз, мына жерде информация об оплате үлкенмен жазылып тұр, соның астында акты деген бар. Оң жағында көкпен внутристрановая ценность дегенге кіреміз, жасылмен создать батырмасын басамыз. Оның астында көкпен шықты, біздің номер, системный номер, соның ішіне кіреміз. Астына қарай түсеміз, мына жерде біз товар туралы мәлімет айтамыз. Товардың шыққан жері, страна происхождениеге кіреміз, соны таңдаймыз. Егерде жалпы сумма, договордың суммасы 1000 МРП-дан асып кететін болса, мына жерде бүкіл барлық сертификаттың данныйларын жазып, товарымыздың сертификатын мына жерге загрузить деген батырмасын басып, осы жерге жүктейміз. Сертификат жүктегеннен кейін сохранить батырмасын басып, одан кейін подписать етеміз. Қол қойылғаннан кейін организацияға баға беріп кетіңіз деп осындай неме шығады. Бағаңызды бересіз, сохранить батырмасын басасыз. Одан кейін қайтадан сол жақта акты деген бетке өтесіз. Акты шыққанда системный номердің ішіне кіреміз. Астына қарай түсеміз, утвердить батырмасын басып, утвердить дейміз. ЭЦП кілттің РЦА деген таңдап, қол қоямыз, окей. Біздің актымыз кетті.
Оны тексеру үшін акты дегенге қайтадан бассақ, мына жерде статус на согласование у заказчика деп тұрады. Егер қол қоятын болса, утвержден деп статус өзгереді. Осымен видео сабағымыз аяқталды. Маржалы теңдеулеріңіз көп болсын.